Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге Мұхаммед саллаллаху алейхи уәссәлям пайғамбардың екінші қатқа көтерілуі туралы баяндап беретін боламын. Видео басталмай тұрып, арнама жазылып, мені қолдап лайк басып, комментарияға өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Мұхаммед пайғамбардың екінші қатқа көтерілуі. Пайғамбар бісміллә деп екінші қатқа шыққанда Аллаға мақтау айтып отырған хисапсыз періштені көрді. Олардың ұзын сонар қарасына көз жеткізе алмай таң қалып тұрды. Жәбірейіл, бұлар әуелден қияметке дейін Алланы отырған күйі тапжылмай мадақтайтын періштелер. Бұлардың саны бір Құдайға ғана мәлім деді. Пайғамбар, бұлардың санына көз жетпесе, сырына сөз жетпесе, сауаптары мен дәрежесі ұлық шығар деп қызықты. Қателесесің, Мұхаммед, деді Жәбірейіл. Бұлардың дәрежесі жер бетінде Хақ тағала ықыласпен еске алған бір пенденің бәсінен төмен болады. Бұлардың арманы Құдайдың сүйген құлдарымен бірге отырып зікір айту, соны Құдайдан тілеп күтіп отыр, деді. Бір кезде тікесінен тұрып, Алланы еске алып, шуылдасып ұйысып тұрған періштелерді көрді. Жәбірейіл, бұлар әуелден ақырға дейін тізе бүкпей зікір айтатын періштелер, деді. Пайғамбар, тізе бүкпесе бұлардың дәрежесі ұлық болды ғой деп ойлады. Жәбірейіл, олардың дәрежесі сапарда жүрсе де, Алланы тілінен тастамаған үмбетінің беделінен кем болады, деді. Пайғамбар одан өтіп, әрі жүріп еді, самғап жүріп Алланы мадақтайтын періштелер легін көрді. Жәбірейіл, бұлар әуелден ақырға дейін қалқып жүріп Құдайды еске алатын періштелер, деді. Пайғамбар, қияметке дейін еш жерге қонбастан Алланы пәктейтін болса дәрежесі бәрінен ұлық шығар, деді. Жәбірейіл, бұлардың дәрежесі төсек тартып жатса да, бір Құдайды жат етуден танбайтын табанды пенденің бәсінен төмен болады, деді. Пайғамбар қолын жайып дұға етті де, «Я Алла, менің үмбетімнің тілі Тәңірісін еске алудан босамасын» деп бетін сипады. Сапар жалғаса берді. Бұлар келе жатып бір ер адам мен хас сұлу әйелді көрді. Жәбірейіл, бұл адам ата мен Хауана деп сыбырлады. Адам ата тақтың үстінде отыр екен. Алдында нөпір адам. Оның оң жағында бір есік, сол жағында бір есік тұрды. Адам атаның оң қолын алғандар оң есікке, сол қолын қысқандар сол жақтағы есікке кіріп жатты. Адам оң қолын ұсынғанда қуанып, сол қолын қысқандарға налып отыр екен. Жәбірейіл, Әзірейіл пенденің жанын алса, адам атаның алдынан өткізеді. Оң жақта тұрған есікке момындар, сол жақтағы есікке залымдар кіреді. Оң есіктен момындардың жәннаттағы жайы көрінеді. Адам ата жәннатқа барғанға шаттанып қуанады. Ал сол жақтағы тамұқтың есігі, безбүйрек перзентінің тамұққа түскенін көріп, қайғырып налиды, деді. Пайғамбар Хауанаға қарады. Ол ерінің сол жағында тұр екен. Басына ақ жаулық тартыпты. Өте келбетті һәм көрікті, инабатты келіншек екен. Хауана оң аяғының табанын болмашы ғана көтеріп еді, жарық нұрдың шұғыласы 18 000 ғаламды нұрға көміп жіберді. Бұлбұлдар тамылжыта ән салып, мейірім шуақ әлемді құшағына орап алды. Бір кезде сол табанын сәл ғана жылжытып еді, астынан ыстық жалын ұрды. Әлгінде ғана орнаған жайма шуақ бақытты әлем көз алдында балқып жанып кетті. Мұхаммед пайғамбар бұның мәнісін біле алмай тұрып қалды. Жәбірейіл, Хауананың оң жақ табанынан шыққан нұр, жәннаттың мейір шуағы, сол жақ табанынан атқылаған жалын тозақтың оты. Тозақта, жұмақта, ананың аяғының астында деген осы. Егер әйел баласы иба әдепке берік болып, арын таза сақтаса, айналасын пешке айналдырады. Ал егер бұзылып, ар мен намыстан жұрдай болса, үрім бұтағын тозаққа отын қылады, деді. Пайғамбар пырақтан түсіп, алдымен Хауанаға, артынан барып адам атаға сәлем берді. Хауана Мұхаммедтің маңдайынан сүйді. Адам ата маңдайынан иіскеді.
Пайғамбар олардың жанында отырып армансыз сұхбаттасты. Хауа пайғамбарға жұмақтың кәусарын берді. Барша адамзат баласы үшін дұға тілеп, Алладан шапағат сұрады. Пайғамбар Адам атаның батасын алып, рұқсат сұрап жолға шықты. Олардан ұзаған соң Жәбірейіл періште: «Ей Мұхамбет, сен нағыз Алланың хабибісі екенсің, үлгілі іс қылдың. Алла сенің екі қылығыңа дән риза. Бірінші аттан түсіп сәлем бердің». Жүсіп пайғамбар әкесіне ат үстінде сәлем беріп, денесі 7 күнде шіріп кетті. Артында тұяқ қалмады. Сен кішіпейілдік танытқандықтан денеңді қабірде нұрға бөлейді. Тәкаппарлық Алланың ең жек көретін дерті. Бұдан кейін үмбетіңе сәлем беру парыз, сәлем алу қарыз болсын. Сәлем жүректің есігі, жақсылықтың белгісі. Құдайға жаққан екінші қылығың, алдымен анаңа сәлем бердің. Хауа анаға екінші боп сәлем бергеніңде Миғраж осы жерден тоқтайтын еді. Әкеңе бір рет сәлем берсең, анаңа 2 рет сәлем бер. Әкеңе бір мәрте жақсылық етсең, анаңа 2 қайтара жақсылық жаса. Жұмақта тозақта ананың аяғының астында. Үмбетіңе айт, жұмақты іздесе 3 қыз тапқан ананы қадірлесін деді. Пайғамбар: 3 қыз таппаса ше деп сұрады. 2 қыз тапқан ананы қадірлесін. Сонан кейін 1 қыз тапқан ананы әлпештесін. Қыз тумаған ана болса ше, онда ұл тапқан ананы сыйласын. Баласы жоқ әйелдердің жайы не болады? Алла пештің шарапатын ерін сыйлаған әйелдің табанының астына жасырады. Ерге тимеген қыздардың қадірі қаншалықты қымбат. Олардың иманы мен әдебі таразыға түседі. Көркем мінезі мен әдемі иба қылығы оларды басқалармен теңестіреді. Үмбетіме анаңды, әйеліңді, қызыңды құрметте сыйла деп айтайын. Ал ер азаматтың құрметі қаншалықты болмақ деп сұрады. Ер азаматты сыйламаған Құдайға қарсы келгенмен бірдей. Ұлық Құдай Адам атаны жер бетіне орынбасар етіп жаратқан. Ол отбасының иесі. Таразы мизамда да сұрақ алдымен ерден басталады деді періште. Пайғамбар қолын жайып: «Я жасаған ием, менің еркек кіндік үмбетімді пасық, жасық, намыссыз, қайратсыз, жігерсіз, жеңілтек, қорқақ болудан сақта. Олар ер азамат атануға лайық болсын» деп дұға жасады. Пайғамбар пыраққа мініп ілгері жүрді. Жолда бір топ қауымды көрді. Олар егін салып жүр екен. Егін салса, дақылдары демде көктеп көгереді. Артынша сарғайып піседі. Оны орып алады. Тағы егін салады. Ол да тез пісіп жайқалады. Бірақ әр егіні піскен кезде қайғырып мұңаяды. Пайғамбар мұны көріп аңтарылып тұрып қалды. Жәбірейіл: «Бұлар Тәңірге қылығы жаққан құлдар. Олардың егіні қай кезде де бітік шығады. Жұмаққа кіремін десе де есік ашық. Бірақ бұлар артында қалған ұрпағы үшін егін егіп соны орып жатыр. Бұлардың егіні ұрпағының несібесі. Құдайдың қалауымен ұрпағының ризығына айналады. Соның шарапатынан артында қалған ұрпағының бірі бай, бірі бағлан болып өмір сүреді. Бірақ кейбір көңілі соқыр ұрпағы келген дәулетті өзім таптым, өзім жидым деп ойлайды. Соны көргенде ата-бабасы қатты қынжылып қайғырады», деді. Пайғамбар пырақтан түсіп, диқаншы қауыммен амандасты. Олар да пайғамбарды құрметтеп қарсы алды. Диқаншылардан соң пайғамбарға бір топ адам кезікті. Олар мүбәрәкті көріп, алдынан жүгіріп шықты. Пайғамбар сәлем беріп еді, олар қолдарын ербеңдетіп ымдады. Бәрі қаумалай келіп, мұң-мұқтажын жеткізбек болды. Бірақ қанша сөйлейін десе де дыбыстары шықпады. Тілдері икемге келмеді. Жақтары қарсып қатып қапты. Пайғамбар не істерін білмей әлек болды. Жәбірейіл: «Бұлар мылқаулар қауымы. Пәниде аузы өсек, ғайбаттан босамаған бақытсыз жандар. Ерлі зайыптының ортасына түсіп, өсекпен біреудің шаңырағын шайқалтқан, екі достың ортасына от салып, жақсыларды бір-біріне дұшпан қылған залымдар. Олар ақиретте осылай мылқау боп тіріледі. Құдайға
пайғамбарға мұң-мұқтажын жеткізе алмай қиналады, жапа шегеді. О дүниеде ешкім олардың даусын естімейді деді. Пайғамбар ол қауымнан теріс бұрылып кетіп қалды. Одан әрі өткенде тағы бір топ адамды көрді. Пайғамбар сәлем беріп еді, олар жауап қатпады. Естімей қалған шығар деп, Расул екінші мәрте сәлем берді. Олар үндемеді. Пайғамбар қасына барып еді, құлақтары шеміршіктеніп, бітеліп қалыпты. Еш нәрсені естімейді. Жәбірейіл, бұлар саңыраулар. Пәниде өсек аяңға құмар болған, құлағымен зікір, азан, калима сияқты хикметті сөздерді сіңірмеді. Өсек аңдып, соны жинап терумен әуре болды. Өлген соң құлақпен жиған барлық өсек пен ғайбат шеміршекке айналып, санасының саңылауын бітеп тастайды. Бұлардың ауыр жазасы шапағаттың даусын естімейді деді. Пайғамбар олардан да теріс айналды. Бір кезде соқырларды көрді. Қолдарымен қармалап теңселіп, тентіреп жүр екен. Сүрініп, қабынып, әбден қор болыпты. Пайғамбар жаны ашып, оларға жақын барып, сәлемдесіп қолын созып еді, соқырлар оны көрмеді. Кім келгенін білмеді. Мүбәрак бір соқырға жақындап, қолына жеміс ұстатып, көмектесті. Жәбірейіл, бұлар Алланың берген көз айнасын қор қылғандар. Көбі сұлу көрсе, аш көздікпен сұқтанған арсыз еркектер. Құдай оларға қаһарланып, көздерін соқыр қылды. Бұ дүниеде құмарлана қараған арсыз суреттері шелге айналып, көздерін көр қылды. Енді олар соқыр болып тіріледі. Махшарда періште мен шайтанды айыра алмай қор болады деді. Пайғамбар олардан да теріс айналып кетіп қалды. Пырақпен жүйткіп отырып, енді бір жерге келгенде қолдары жоқ, иығынан шолақ бір топ мүгедекті көрді. Олар шөп арасында жатқан жемістерді аяқтарымен теріп жегісі келеді. Тапқандарын ауыздарына сала алмай қиналып жүр. Пайғамбарды көргенде де жете алмай, теңселіп құлап, жатқан орнында тырбаңдап аунай берді. Пайғамбар пырақтан қарғып түсіп, олардың тұруына көмектесіп жатты. Жәбірейіл, олар пәниде ұрлықты кәсіп еткен қарақшылар, қолдары сұғанақ болды. Елді тонап қан қақсатқан қарабеттер, халықтың несібесін жеке құлқындарына жұмсаған жексұрындар. Құдіретті Құдай олардың екі қолын кесіп тастап шолақ етті. Енді бұлар мәңгі бақи тамақтарын аяқтарымен теріп жеп, осылай азап шегеді деді. Пайғамбар олардан да теріс айналып кетіп қалды. Пайғамбар әрі жүргеннен кейін тағы бір топты көрді. Олардың қол аяқтары шидей, мойындары қылдай жіңішке, бастары асқабақтай үлкен, құлақтары қалқандай болса, башпайлары талқандай, қарындары қабақтай, бұлғақтары табақтай, бұттары жарғақтай, бөкселері сырғақтай екен. Пайғамбар мұндай адамды өмірінде көрмеген еді. Есеңгіреп тұрып қалды. Сол кезде Жәбірейіл періште, бұлар пәниде біреудің наным-сенімін мазақ қылған адамдар. Біреудің діни сеніміне тиісіп, кекетіп мұқатқанды жаппар қақшек көреді. Тәңір оларды о дүниеде осы қалыпқа енгізіп, өздерін көпшілік алдында мазақ етеді деді. Пайғамбар олардан да теріс айналды. Мүбәрак әрі өткен соң лаулаған үлкен отты көрді. Оған бір-бір қашырды жетектеген адамдар отын тасып жүр екен. Әр отын әкеліп салған сайын зар қақсап жылайды. Пайғамбар, бұлар неге от жағып жатыр деп сұрады. Жәбірейіл, бұл Намрудтың Ыбырайымды өртеу үшін жаққан оты. Ұлық Алла ол отты көкке көтеріп, осы жерге жағып қойды. Анау жүрген топ Намруд патша мен әскері. Олар қияметке дейін отын тасып алауды өшірмей жандырып тұрады. Қияметте өздері сонымен азапталады. Сол есіне түскенде зар иілейді деді. Пайғамбар, Құдай сақтасын деп теріс айнала беріп еді. Періште, әй Мұхамбет, үмбетіңе айта бар. Дүниеде жазықсыз жанға жапа көрсеткендер қияметте Намрудтың тобырына қосылады деді. Пайғамбар шошып кетіп, иә жаратқан, бұл оттан менің үмбетімді сақта деп дұға етті. Жәбірейіл екеуі оттан алыстап
жоғары көтеріле берді. 3-ші қаттың қақпасына жетті.